Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге бұл мен достар, яғни бүгінгі видеода сіздерге атақты әйгілі Лео Месси туралы айтпақшымын. Ал сіздерден лайк және арна тіркеліп кетуді сұраймын, ал мен бастаймын. Лионель Андрес Месси Кучитини. Ол 24 июнь 1987 жылы дүниеге келген. Ол аргентинский футболист және нападающий капитан клуба. Ол өзінің уақытындағы ең керемет футболистердің бірі. Сонымен қатар Лионель Мессиде 6 алтын аяқ бар. Бұнымен тоқтап қалмай, ода бір әлем чемпионаты және де 8 алтын доп бар. Ол Аргентина қаласы Росарио Санта-Фе қаласында дүниеге келген. Лионель Мессиде 10 жасында ода ауру пайда болған, яғни ода өсу гормондары өспей қалған. Дәрігерлердің айтуы бойынша ол яғни күннен күнге бойы кішірейе береді. Және соның кесірінен Месси өте кішкентай болып қалуы мүмкін. Бірақ оған қарамай өзінің карьерасына үлкен жетістік қойып, яғни ол сол жетістігіне жетті. Қазір Лионель Месси өте атақты футболист. Лионель Мессидің бала кезінде өскен фотосы міне. Және оның бала кезде тұрған үйі міне. Ал қазіргі үйі мен қазіргі түрі білесіздер. Мессидің отбасында 3 ұлы және 1 әйелі бар. Ол ешқандай қиындыққа қарамай, тек қана өзіне сеніп, және де осындай жетістікке өзіне сену арқылы, яғни танымалдыққа ие болды. Достар, сіздерге осы видео ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Мәди Топ. Қош салыңыздар. Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Мәди достар. Қалайсыздар? Сіздерге айтарым, мен достар неге 10 күн бойы жоғалып кеткенін жайлы айтқым келіп тұр. Мен достар өзіме жаңа контент іздеп жүрмін, яғни ойыннан көрінен походу аудитория көтермейді, тек Роблокстан басқан. Роблоксты көп көреді, қалған ойындарды көрмейді достар. Сондықтан мен кішкене осымен жасайтын келді, және мен достар каналымды мәліметке ауыстырғым келді. Енді мен дейтін атақты адамдардың заттарын айтамын, бала кезінен қалай популярный болған, яғни танымал болған айтатын боламын. Және де достар мен дейтін оның затын айтып беретін боламын, өмірбаян. Бұл контент менің досымда да бар, достар. Егер де біліп жатса, сол туралы соған қызығып мен де істегім келді. Бірақ басқаша форматта кішкене жақсы затпен, жақсы монтажбен өте керемет қылып жасағым келді, достар. Сіздер соны көресіздер деп ойлаймын. Яғни мені үлкен адамдар көретін сияқты, яғни өзімді, мені каналымды көргендей, аудитория мен үлкен адамдар көрмесе, үлкен адамдарға қызық шығар, может. Өзінің кумирі жаңағы, өзінің жақсы көретін адамның өмірбаяны қандай болған. Және мен олардың бәрін достар интернеттен қарап айтып беретін боламын, жақсы монтаждармен. Ал сіздер соны күтесіздер деп ойлаймын, достар. Ал сіздерден лайк және ана тіркеліп кетуіңізді сұраймын, және активті көтерейік. Егер сондай контент түсірсем, мен достар активті көтерейік, достар. Мен соларды түсіре беремін, достар. Және де басқа да, мен тағы да тек қана мәліметке емес, яғни кино шоуға ауыстырам. Кино шоу дегенде киноларды айтып бермеймін, олай емес. Мен дейтін киноға өзімнің мнениемді, яғни өзімнің ойымды айтамын. Кинодағы фактілерді айтамын, кинодағы заттарды айтамын, жаңағы отсылкаларды айтамын. Немесе мультфильм, аниме, жаңағы басқаша заттарды бәрін достар айтып беретін боламын. Ал осындай контент сізге ұнайтын шығар деп ойлаймын, достар. Обязательно сол видеоны көріңіздер, егер сіздер мен туралы білмей жатсаңыздар. Ал сіздермен қоштаспаймын. Сау болыңыздар.